Айгүл Елшібаева Құралай ханымға тағы да шүйлікті. Нартай Аралбайұлына берген сұхбатында Құралай ханым өз оқырмандарына дұғаның орнына дуа жаттатып, тура жолдан тайдырып жүргендігін айтты. Айгүл Елшібаева Құралай ханымның сабағынан өткендер буддизм мен индуизм жоралғыларын орындап комаға түскен, тіпті көз жұмғандары да бар дейді. Дұға деп дуа жаттатып жүргендермен қазір араласпаймын. Құралай ханыммен 2 жыл қырылдым. Карантин уақыты сонымен өтті. Оның сабағына қатысып жүрген қыздарға о баста жаттамаңдар, жынданып кетесіңдер деп ескерттім. 6 айдан кейін біреуі жынданып, біреуі комаға түсіп өліп қалды. Маған шешелер жазды. Өлген кезде бастарынан Құралайдың дүниелері шықты деді. Ойнамаңдар, дуа мен дұғаны ажыратып алыңдар дедім. Біреудің үйінен тас алып келіп оқысаң байисың дейді. Қазір экономикалық дағдарыста отырмыз. Жағдайы нашар адамдар тез байып кету үшін, біреу несиеден құтылу үшін солардың өтірігіне сеніп отыра берген. Аңқау елге арамза молда деген. Не діннен хабары, не психологиядан хабары жоқ. Дұға деп дуа жаттатып жатсаңдар, ол адам өліп жатса, сендер мыстансыңдар дедім. Пайғамбарымыз дуаға жоламаңдар деген. Мен мұсылман болғандықтан пайғамбардың жолын айтуға міндеттімін. Қазақтың қыздарына буддизмнің мантрасын жаттатқызған. Жақында суицид деп шықты. Ол индуизмнен шыққан, буддизмге барып тіреледі. Енді жұрттың бәрінің миын қатырып жүр. Өліп қалғандардың шешелері маған шықты. Бірақ мен оны көтерген жоқпын. Өздерің барып шешіңдер дедім. Өйткені ол Құралай ханым 6 баланың анасы. Оны түрмеге қаматып 6 баласын жылатып қоятын жайым жоқ. Ал негізінде жек көрген адамыңа 40 инені лимонға шаншып қой деп өз айтады екен. Өлген қыздардың басынан сол шыққан. Мен оның не екенін білмеймін. Қарасам орыстың мыстандардың дуасы екен. Сондай нәрсені үйретіп отырған адамға қалай мен дұрыс деп қол шапалақтаймын деп мәлімдеді Елшібаева.